Бүгінгі сабақта біз HTML-дағы екі маңызды нәрсе туралы сөйлесетін боламыз. Олар жалғыз тегтер және суреттерді кірістіру. Жалғыз тег дегеніміз орысша айтқанда одинарный тегтер. Суреттерді кірістіру ол вставка изображений. HTML веб-беттерді құру негізгі тіл болып табылады. Және бұл тұжырымдамалар интерактивті және тартымды веб-сайттарды құру үшін қажет болады. Жалғыз тегтерден бастайық. HTML-да негізі жабу тегі жоқ және жалғыз деп саналатын кейбір тегтер бар. Олар мазмұнды қажет етпейді, немесе белгілі бір күйде болатын элементтерді белгілеу үшін қолданылады. Бұндай болса, қазір біз мысал келтіріп жазып көрсетейік. Бізде HTML-да одинарный тег бар. Ол BR. BR не істейді? Бұл тек веб-беттегі мазмұндағы мәтіннің немесе бөлгіштердің ішінде жолды тасымалдауды жасайды. Мысалға, BR абзацтан кейін жаңа жол жасау үшін пайдаланылуы мүмкін. Ол қалай? Біздің қазіргі нені көрсеңіздер, сайттың кодын көрсеңіздер, бізде қазір байқап тұрғаныңыздай BMW туралы ақпарат жазылған. Және ол сайтта былай көрмекші. Мысалға, бізге мына жерден бастап абзац түсіру қажет. Яғни мынау цифрдың астына. Біз сол жерге барамыз және BR тегін жазамыз. Ctrl-S сохранить және обновитті басамыз. Көргендеріңіздей, BR тегі ешқандай анау не сияқты, мысалға мынау head те мысалға одинарный емес қой. Бұл жақта слэш жабу обязательно болады. Сондықтан BR бізде не үшін одинарный деп айтылатынын түсінген шығарсыздар. Тағы да осы BR-ге ұқсас HR тегі бар. HR тегі. HR тегі не істейді? Ол тегі веб-беттің әртүрлі бөлімдерін бөлетін көлденең сызық жасайды. Мысалға, HR мәтіннің екі блогы арасында бөлгіш жасау үшін пайдаланылуы мүмкін. Ол қалай сонда? Мысалға алатын болсақ, біздің мына жерде мағлұмат мына жерден біз сызық қалаймыз осы жерден. Өйткені бізге шатаспау үшін HR келгені дұрыс секілді деп санадық. Және бұл жерге біз HR жалғыз тегін жалғадық. HR. Жерден байқамай қайтеді қалды. Көргендеріңіздей, сіздер мына жерде екі ақпаратты қалай бөлініп тұрғанын байқадыңыздар. Бұл жерде HR-ге одинарный тег жазылады, өйткені бұл жерде мысалға келтіретін болсақ, head неге одинарный емес? Себебі бұған слэш жазу обязательно болып келеді. Өйткені егер мынау слэш болмаса, өзі мынау бүкіл информация head'тың ішіне кіріп кетереді. Өйткені бұл head толық жабылмаған. Және жалғыз тегтерден басқа бізде вставка изображения бар. Ол суретті кірістіру. Суретті кірістіру не үшін жалпы қажет, не үшін деп ойласаңыздар, сайттың көркемдігі үшін және дизайн үшін. Бұл бастапқы база болғандықтан біз барынша жеңіл түсіндіруге тырысамыз. Жалпы негізі суретті кірістіру үшін біз image деген қолданамыз, және оған неше түрлі атрибуттар қолданамыз. Мысалға алатын болсақ, waist, там, height, alt в основном, және image, бұл қалай болады? Мысалға, image, сурет, skr. skr дегеніміз не? skr деген сол суретті іздейтін, былай айтқанда, путеводитель. Мысалға, бұл жерге біз атын еңіміз қажет. Сондықтан, мынау Яндекс браузерден бір сурет жазып аласыздар. Және мен оның атын кар деп қойдым. Сол сайттың папкасына саласыздар. Кіресіздер, image skr деген қасына барасыздар. Кар деп жазған кезіңізде өздері тауып беруі мүмкін. Car.png деп жазасыздар. Және сохранить, Ctrl-S, сайтқа кіресіздер. Көргендеріңіздей сайттың астына үлкен болып түсті. Және бұның қалай кішірейтеміз, қалай азайтамыз?
поновить етеміз. Wait дейміз. Дәл осылай. Және мысалға бұл жерге осылай 500 дейміз. Екке мысалға там квадратный болсын 500 дейік. Басамыз, мына көргендеріңізде кішірейді. Және бұны тағы да кішірейтуімізге болады. Мысалға мына жерде 200 дейікші ұзындығына. Ұзындығы көргендеріңізде жалпақ болды. Сондықтан шамалы бір пропорция тауып 450 деп көрейікші. Өйстіп ойнауға болады жалпы. Бұл жерде BMW-ның тарихы және BMW-ның сурет тұрғаны анық екенін түсінікті. Және веб-сайтқа тек қана біреу емес, бірнеше сурет қоюға болады. Мысалға алатын болсақ, мен бодидің тарихтың қасына қойғым келіп отыр, болмаса тағы біразын шығарғым келіп отыр. Ctrl-S, C, то есть S, және Ctrl-V. Копировать, ставить. Мына көргендеріңіздей BMW-лар өте көп. Бір-бірінің қастарына қойылып тұр. Осылайша біз 5-ші сабақта одинарный тег туралы және суреттің вставкасын туралы жазып үйрендік.